Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге ерекше етіп жасалатын кесе қуырдақтың жасалу жолын көрсетемін. Сіз бұл тамақты бұрын-соңды жасамағансыз, сондықтан да отбасыңызға ерекше етіп түскі немесе кешкі асқа жасап берсеңіз болады. Алдымен тамағымыздың қамырын илеп аламыз. Бөлме температурасындағы суға бір жұмыртқаны салып, бір шай қасық тұз салып, алдын ала еленген ұнымызға бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап тұрып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ қамыр болу керек, сол кезде үлпілдеп әдемі болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды бөліктерге бөлеміз. Мен қазір қамырды 6 бөлікке бөлдім. Сіздер отбасыларыңыздың санына қарай жасасаңыздар болады. Бөлінген қамырларды кішкентай зуалар жасаймыз. Дайын болған қамырды бетін жауып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Енді тамағымыздың подливасын дайындаймыз. Етімізді жақсылап тұрып, қызартып қуырамыз. Аздап тұз саламыз. Және ұсақтап туралған пиязды салып, 1-2 минут қуырамыз. Пиязды көбіректеу салыңыздар, сол кезде тамақтарыңыз өте дәмді болады. Келесі бізде сәбізді де ұсақтап турап, 1-2 минут қуырамыз. Өте көп уақыт қуырудың қажеті жоқ. Ұсақтап туралған қызанақты да саламыз. Келесі бізде картошканы да салып 1-2 минут араластырып, үстінен салқын су құямыз. Салқын су құйғаннан кейін баяу отта 30 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді демалған қамырды жұқалап жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жаймайсыздар. Енді бізге орташа көлемдегі кесе керек болады. Дәл осы кесенің үстіне видеода көрсеткендей етіп орналастырып шығамыз. Егер де қамырым жабыс қалады десеңіздер, азғантай кесені майласаңыздар болады. Қалған қамырларды дәл солай жайып, кесемізге орналастырып шығамыз. Қамырларыңыздың шеті бірдей болып шықсын десеңіздер, осындай шеттерін тегістеп жерсеңіздер болады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Табамызға саламыз және жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міне барлық жеріне жұмыртқаның сарысын жағып шықтық. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Ешқандай духовканы қыздырмайсыздар. Табаны саласыздар, содан кейін барып духовкаларыңызды қосатын боласыздар. 30-35 минут аралығында 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, 35 минут аралығында пісіп шықты. 1-2 минут суытамыз, кейіннен кеседен бөлек ажыратып аламыз. Міне біздің қамырларымыз дайын болды. Енді оның үстіне подливаларын салып шығамыз. Сорпасымен бірге құйсаңыздар да болады, ешқандай қамырларыңыз жібіп кетпейді. Өздеріңіз ұнататын ас көктермен безесеңіздер болады. Осымен біздің кесе қуырдақ тамағымыз дайын болды. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын тамақ дайын болды. Бұл тамақ сіздің отбасыңызға сөзсіз ұнайды, әсіресе балаларыңызға тамақ жейтірте алмайтын болсаңыздар, дәл осы әдіспен жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі ерекше етіп жасалатын біздің кесе қуырдағымыз дайын болды. Айтпақшы қыз-келіншектер, дәл осы күні сіздер ыдысты аз жуатын боласыздар. Өйткені ешқандай ыдысқа салмайсыздар, дәл осы түрінде дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Құрбыларыңыз немесе жақындарыңыз келгенде дәл осы тамақты ерекше етіп жасап ұсынсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің каналымда рецепттер сіздерге ұнатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.